Сабақтың тақырыбы күй өнерінің тарланы Қаршыға Ахмедияров. Сабақтың мақсаты Қазақстан халқының әртісі, күй дүлдүлі Қаршыға Ахмедияровпен таныстыру, күйшілік дәстүрдің мән-мағынасын түсіндіру, еркін сөйлеу мен сөздік қорын дамыту, күй өнеріне тыңдаушылардың қызығушылығын арттыру, эстетикалық тәрбие беру. 1946 жылдың көктемінде шыр етіп дүниеге келген кенже ұлын әкесі ырымдап Қаршыға деп есім береді. Адамның аты оның тағдырына әсер етеді деп бекер айтылмаған. Анасынан 3 жасында айырылған қаршадай баланың жарымжан көңілі тоғыз перне 2 шекке жұбанушы еді. Ағасы қарғи жасап берген шағын домбыраның үні аяулы анасының жылы алақанындай нәзік даусындай көрінетін. Оның сырласы да, мұңдасы да домбыра болады. Әйгілі күйші бала ораздан бастап, небір дүлдүл күйшілер мен бұлбұл әншілерді тыңдап, шыңдалған Қаршыға сан-саналы өнерді санасына сіңіріп, көкейіне түйді. Бәйгенің алдын бермейтін мықты шабандоздың бірі болған. Дәстүрлі ән өнердің саңлағы Ғарифолла Қалиевті бір тұтқан Қаршыға, ұлы әншіге еліктеп, бүкіл репертуардың жатқа шырқайтын. Ауыл тойы Қаршығасыз өтпейді деп еске алатын жерлестері. Күй анасы Дина шешейдің бар шығармашылығын жатқа білген домбырашы, өзін ең бай адам деп сезінген. Бұл сезімнің төркіні ұлттық өнердің болашағын ойлап, ғасырлар қойнауынан бізге жеткен мұраны жетілдіруде, еселеуде, танытуда болды. Бір концертін тастамайды. Үйде қаншалықты уақыты тығыз, қолы тимей жатса да, небір енді қазақтың қонағы бітпейді ғой. Үйде қонақ отырса да, қонақты шығарып салып, ана баламның ең болмаса спектакльдің аяғына барып қарап келейін деп. Осы Алматыда болсын, Астанада болсын, концерттерге қатысуға тырысты. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында болған ақш-қа сапары Қаршыға Ахмедияровты әлемге танытты. Келгеннен кейін Ермек ағамның бір сөзі бар. Біз бәріміз осы Батыс Европа мәдениетін, дүниежүзілік мәдениетті орындап жүрміз ғой, өз дәрежесі бар. Оны бізді барғаннан кейін білет, таниды, естиді. Оны домбыраны көріп білмеген Америка халқы Қаршығаны қалай қабылдар екен деп барып едік. Келгенде бәрімізден артық жетістік болды. Филиппиннің президенттің әйелі орнынан тұрып келіп, Қаршығаның қолын сүйіп, домбырасын қарап, елдер екі шектен осындай шығуы мүмкін деп. Сосын Жапониядан бізді іздеп келді. Сол жігіт өзінің несімен, камерасымен іздеп келіп, жазбап кетті. Жапон жігіт. Осы сапардан кейін Қаршыға Ахмедияровқа Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы табыс етілді. Ұлт тарихында бұл атақты домбыра құлағына алғаш байлаған Қаршыға Ахмедияров болды. Кейін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі аталды. Бір арманы бар еді, үлкен бір стадионға 20 мың домбырашыны шығарып, ана әуеден сол 20 мың домбырашыны бірдей сарыарқаны ойнап отқан бір Құрманғазының сарыарқасын бір ойнатсам деп армандайтын. Дүлдүл күйшінің бұл арманы дүйім жұртты дүр сілкіндірген Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған театрдандырылған қойылымында орындалды. Күй атасы Құрманғазының сарыарқасын күмбірлеткен 550 домбырашы халықтың ыстық ықыласына бөленді. Демек, ұлттық рухты асқақтаған Қаршыға Ахмедияровтың ұлы арманы орындалды. Атақты домбырашыға ақш сапарынан кейін қандай сыйлық табысталды? Әйгілі күйшінің қандай арманы болды? Қаршыға Ахмедияров қай дәстүрлі әншіні пір тұтқан? Шүйкілдей дене, шүмектей терге малшына, шулы өзеннің үстінен өтті таң шыға, қара жер шетін таба алмай талып келеді, қара жер бетін көрместей болған Қаршыға.